Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі 2-ші сынып, 30-ші сабақ. Атамұра баспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дауыссыз л мен р деп аталады. Бүгінгі сабақта сен л, р әріптерін емлесін сақтап жазасың, түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен табуды үйренетін боласың. Олай болса, каналға тіркелуді ұмытпа, сабағымызды бастайық. 48-ші жаттығу. Екі бағандағы сөздерді салыстыр, содан соң өзің қорытынды жаса. Бірінші бағанда лашын, ол құс. Лағыл ол тас, лебіз ол тілек, рахмет ол алғыс айту, рахат ол жайлылық сезіну, рең деген ол түс, рақым ол мейірім деген мағынаны білдіреді. Екінші бағанда іле ол өзен атауы, ілгіш ол бізде ілгіш құрал, ілесу яғни еру, бірге жүру деген мағынаны білдіреді, ірі үлкен дегенді білдіреді, ірімшік ол жейтін ірімшік сүттен жасалады, ылди деген сөз әрдайым немесе ылди жылдам жүгіріп жүреміз дегенді білдіреді. Ылғал деген сулы деген мағынаны білдіреді. Яғни бірінші бағанда л, р әріптері бірінші бас әріпінде тұрса, екінші бағанда л, р әріптері екінші әріпте, яғни сөздің ортасында кездесіп тұр екен. 49-шы жаттығу берілген сұрақтарға сүйеніп суретте құсты сипаттап жаз. Бізде 4 сұрақ берілген. Бірінші сұрақ лашын қандай құс, екінші оның түсі көзі қандай, үшінші тырнақтары қандай, төртінші ол неліктен жыртқыш құс деп атайды дейді. Сонымен лашын жыртқыш құс, оның түсі сұрғылт, көзі қырағы, тырнақтары өткір. Ол жыртқыш құс, себебі ол ұсақ аңдарға шабуыл жасап етімен қоректенеді деп құрастырсаң болады. 50-ші жаттығу сөздерді көшіріп жаз, мағынасын түсіндір. Іле дегеніміз ол өзен, ілгіш құрал, ілгек дегеніміз мынандай ілетін нәрсені айтады, ілгері деген алдыға қарай жүр деген білдіреді, ілесу бірге жүру дегенді білдіреді, ылди деген жылдам дегенді білдіреді, ылғал дегеніміз сулы деген мағынаны білдіреді, ырыс дегеніміз ол байлық, ірімшік дегеніміз жейтін сүттен жасалатын өнім, ірі дегеніміз үлкен, ылғи деген әрқашан деген мағынаны білдіреді. Осы сөздерді көшіріп жазып ал және мағынасын түсінуді ұмытпа. 51-ші жаттығу Перизат анасымен мерейтойымен құттықтағысы келіп, қолына қалам алды, қағаздың басына құрметті ата деп жазып қойды. Әншейінде толып жатқан сөздердің біреуі есіне түсейші. Перизаттың орнында болсаң, сен атаңа жылы лебізіңді қалай білдірер едің? Яғни құрметті ата деп бастаймыз. Сізді мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық тілеймін. Әрқашан ортамызда болыңыз, ұзақ өмір сүріңіз. Мен сізді жақсы көремін деп жазуға болады. Ізгі тілекпен немерең Перизат деп соңғы жағына өз атыңды жазып қоясың. 52-ші жаттығу бос тіркестерге л, р әріпінен басталатын сөздерді тауып жаз. Бірінші рең, риза, ризық, раушан және соңғы рәсімде деген сөздерді қолдансаң болады. Енді л дыбысына байланысты лақ, лағыл, лайық, лезде және лашын деп жазуға болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау бол.